Баршаңызға сәлем етіп сіздермен мен Нуранет. Достар, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Міне арнамызға бір жыл толыпты, осы бір жылдың ішінде көп қызықтар болды. Сондықтан бүгінгі видеода сол қызықты сәттерді еске алатын боламыз. Айтпақшы, көп уақытқа жоғалып кеткенім үшін кешірім сұраймын. Жақында қызық анимациялар шығатын болады. Ал сіздер осы видеоны тамашалаңыздар. Бірінші оқиға. Достар, сіздер соққан немесе ауыр жарақат алып көрдіңіздер ме? Ал менде болды. Бұл оқиға паркте болатын. Паркте болатын. Біз ағам екеуміз бірге аспалы сырғымадан сырғып жатқан кезде мен құлап қалдым. Содан өкпеме ауа жетпей қалды. Ауа жетпей жатыр. Мүмкін ажалым келген шығар. Мен түкте өмірге жақсылық жасап көрген жоқпын. Кешіріңіздер. Маған айтпақшы, қайта көмек сұрауым керек. Қайта көмек сұраймын. Мен өлмеймін, қажет, өлмеймін. Арқамнан қақ. Сосын ол менің арқамнан өте тез әрі қатты ұрды. Тым тез ұрды. Содан соң мен өте қатты дем алып алдым. Достар, бұл оқиға ешқашан ұмытылмайды. Ал баланың психологиясын бұзатын мультфильмде бар. Осыдан кейін достар, қалай баланың психологиясы бұзылмайды? Мысалы достар, менің інім бұдан өте қатты қорққан болатын. Сондықтан достар, бұл мультфильмді балаларға қарауға болмайды. Айтқым келеді, саған бөлек, лайкты басай, сен жазылсай. Егер жазылсаң, лайкты басай, лайкты басаң сен жазылсай. Жаңа жыл мейрамы қазақ еліне қалай келді? Яғни достар, ол 20 ғасырларда пайда болды. Қазақ елінде, нақтырақ айтсақ, кеңес үкіметінің, яғни Сталин кезінде жарлығымен жаңа жыл қайтадан тойлана басталған. Яғни шырша құрып дегендей. Тақырыптан ауытқымайық. Негізі достар, жаңа жыл христиандардан келген. Нақтырақ айтсақ, орыстандыру кезінде қазақтар сол мерекені бойларына сіңіріп алған. Ең бірінші тәуелдік қылған ойындардың бірі 2014 жылы атақты болды. Өздеріңіз біліп тұрғандай Майнкрафт. Достар, бұл ойында ашық мекен, өмір сүру. Ең бастысы достармен интернеттің қажетінсіз ойнау. Мектепте бұны бәрі ойнайтын. Достар, сондықтан да бұл ойынның кесірінен бізде тәуелділік пайда болды. Яғни көптеген балалар осыған көп көңіл бөліп кетті. Яғни осы ойынға деген махаббаты ашылып кеткен болды. Енді бір демалайын. Айтпақшы, мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Тамақ жеуді. Ақымақ, сен видео түсірмедің. Дәл солай. Енді ұйықтап алайын. Тұр! Бастасаңшы, бүгін бізге не дадың? Бала кезіндегі жарақаттар. Енді бастасаңшы, созба. Достар, маған спорттардың ішінен көбірек футбол ұнайтын. Неге екенін білмеймін, футболист болу менің арманым еді. Содан кейін ол арман да өлді. Мен 4-5 сыныптарында бокспен айналысқанмын. Бала, бер кел. Мен боксермін. Енді? Мен боксермін. Түсіндің бе? Бұл оқиға ауылда болатын. Мені әдеттегідей ағам жұмысқа шақырды. Бір маңызды жұмыс. Сосын мен оны 2 сағат бойы тазаладым. Енді бітіргеннен кейін үйде телевизор қарадым. Бір кезде Нұрсұлтан! Мен қашып үйдің артына тығылып отырдым. Сосын ол інімді шақырды. Оның қолына 200 теңгені берді. Ал мен бармағаныма өкіндім. Бұл оқиғаның түйіні ешқашан шаруадан қашпаңыздар.
Біздің кезімізде әрине кішкентай теледидар болатын. Оның үстіне антенна тұратын. Егер фильм пыжырлап жатқан кезде біз оны оңды солды қозғайтын едік. Онымен көру қиын болатын. Сондықтан ал енді барша қазақ аниматорларын нақтырақ айтсақ, көпшілік қазақ аниматорларын осы кескін ұйымның ашылуымен құттықтаймын. Және де осылай қазақ аниматорлар көбейіп, бір-бірін қолдап, қазақ ютубында бұндай контент дами берсін. Окей, let's go. Келе жатырмын ғой мен, күтіңдерші тіркеліп. Жақында шығады мульт, күлкілі болады мульт, жуырда шығады ол. Лайк басамыз тіркеліп, бум-бум-ту-ту-тум, лайк басамыз тіркеліп. Мен ол кезде жап-жас бала едім. Наруто екеуміз саябақта әзілсіз дұрыстап айтшы. Алғашында Наруто мен тек фишка арқылы таныстым. Бірақ тек үш кейіпкерді таныдым. Наруто, Сакура, Саске. Жыртық Наске. Нұраны десті шады. Трендті басып озады. Жаңғытырып кетеді камера алдында тұрған адамдарды. Подписчиктер жиналады нағыз аниматорларға. Ал бәрінде маған бір сұрақ: анимация қалай жасалады? Қане достым, бүгін керемет күн болып тұр. Қорқынышты оқиға айтайық. Мысалы, бір күні бір әйелдің аяғында тұяқ болыпты. Мына жерде менің үнімді көрмедіңдер ме? Жоқ. Жаз басталады, жаз басталады, жаз басталады, жаз басталады, жаз басталады, жаз басталады. Баршаңа сәлем ютуб көрермендері. Бүгін бізде үлкен стори тайм. Айтпақшы, бүгін қонақта Қуанғали және де Нуранет. Қандай шаш үлгісі керек? Біз кез келген шаш үлгісін жасай аламыз. Жақсы, анам айтатын шығар. Қазір мен сендердің тәбеттеріңді қашырайын. Мен келдім. Сен келдің бе? Кел, шашып кетсеңші. Міне бауырсақтан жеп отсаңшы. Менің әйелім өз қолын істеген. Бәсе күс-күс болып отыр ғой. Не? Сен сонда әлі бізді менсінбей тұрсың ба? Жақсы. Енді шайқас бастаймын. Жарайды. Келісемін. Сонымен достар, қайрат болмадан бұл сериалын көріңіздер. Сасыбек жанардан жақылып қылып, жұбатты кет ақ жеңге Арасылым қимасым, жама жүрім қара сырым құптынып, қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Дискотекаларға кіру былай болды. Міне мен 100 теңге алып келдім. Қайсы 100 теңге? Әкел. Жақсы өтеді. Болды, кіре бер.
айтқым келеді саған бөлек. Лайкты басай, сен жазылсай. Егер жазылсаң, лайкты басай. Лайкты басаң сен жазылсай. Айтқым келеді саған бөлек. Лайкты басай, сен жазылсай. Егер жазылсаң, лайкты басай. Лайкты басаң сен жазылсай.